Баршаңызға сәлем. Бүгін біз карамельный ореховый рулет жасайтын боламыз. Яғни сникерс рулет деп те атауға болады. Қараңыздар, осындай керемет болып шығады. Және үй жағдайында қолжетімді заттардан жасалады. Ешқандай сливки пайдаланбаймыз. Және разрыхитель пайдаланбаймыз. Осындай жұмсақ, дәмі де керемет, сочный болып шығады. Ең алдымен қызып тұрған пешімізде карамельный соус дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге осындай 150 грамм қантымызды осылай ерітіп аламыз. Ерігенше үздіксіз араластырып тұрамыз. Осылай қантымыз ерігенше араластырамыз. Пешіміз орташа деңгейде қызып тұру қажет. Қатты қыздырудың қажеті жоқ. Осылай араластырып, қантымызды ерітіп алатын боламыз. Толық ерігенше үздіксіз араластырамыз. Қараңыз, осындай қантымыз еріді. Осындай қоңырқай түске енетін болады қантымыз ерігенде. Қараңыздар, осылай еріген қантымызды енді сүтімізді құятын боламыз. Сүтіміз 200 грамм сүт. Толық бірден құйып жібермейміз. Бөліп-бөліп, сүтімізді бөліп-бөліп салып араластырып аламыз. Және осылай араластырып бір қалыпқа келтіреміз да, қалған сүтімізді осылай құйып жібереміз. Осындай керемет карамельный соус пайда болады. Қараңыздар, соусымыз дайын болды. Енді бөлме температурасында суытатын боламыз. Енді біз крем дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаның сарысы, яғни желток қажет болады, 1 штук. Және жарты ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Және 200 грамм сүт қажет болады. Ол үшін сүтіміздің 100 граммын құйып, осылай бір келкі болғанша араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырып, кішкене карамельный соусымыздан құятын боламыз. Бір 100 граммдай карамельный соусымызды құйдық. Енді бір келкі болғанша араластырып, қалған сүтімізді құйып жібереміз. Осылай толық араластырып, енді қызып тұрған пешімізге осы смесімізді араластырып, крем шығаратын боламыз. Тоқтамай араластырамыз. Осылай креміміз толық бір қалыпты қоюланғанша үздіксіз араластырып, тоқтамай араластырып, осылай крем дайындаймыз. Креміміз қоюлана бастады. Қоюланғанша тоқтамай араластырамыз.
Қараңыздар, осындай қою крем пайда болды. Енді ыдысымызға кремімізді бөлме температурасына суытып қоятын боламыз. Енді бисквит дайындаймыз. Бисквитімізді дайындау үшін бізге 4 жұмыртқа, яғни 4 жұмыртқаның сарыуызы бөліп аламыз. Яғни желток пен белокты бөліп алатын боламыз. Бірінші белогымызды саламыз да қантымызбен араластырып меренгой масса шығаратын боламыз. Осылай қантымызды бөліп салып, максимальный араластырамыз. Қатты жылдамдықта, яғни максимальный жылдамдықта араластыратын боламыз. Қантымызды арасына осылай бөліп салып отырамыз. Бір 2-3 минуттай осылай араластырамыз, тоқтамай. Қантымыз бен белогымыз араласып, қантымыз толық ерігенше осылай араластырамыз. Осылай қантымыз толық ерігенше араластырып, қараңыздар. Каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Енді желтогымызды саламыз. Яғни жұмыртқаның сарыуызы. Араластырып аламыз. Енді карамельный соусымызбен сұйық майымызды осылай араластырып құятын боламыз. Осылай араластырып аламыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, осылай електен өткізіп саламыз. Бізде 200 граммдай ұн. Енді осылай ыдысымызды айналдыра отырып, асты үстінен айналдырамыз. Миксерлемейміз. Осылай қолмен араластырамыз. Бір қалыпты, бір келкі масса пайда болғанша араластырамыз. Қараңыздар, осындай бисквитіміз дайын болды. Енді пергамент қағазына осылай бисквитімізді құйып, тегістеп жайып аламыз. Және пешімізде, қызып тұрған пешімізде 150-160 градуста 10-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Осылай тегістеп жайыңыздар. Қараңыздар, бисквитіміз пісіп шықты. Енді осы бисквитімізді ыстықтай алып
осылай төңкеретін боламыз видеодағыдай. Және бетін жылы орамалмен, яғни қалың орамалмен жауып қоямыз. Сол кезде бисквитіміз қатып қалмайтын болады. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы 72% сары майымыз қажет болады. Осылай сары майымызды ағарғанша миксерлеп аламыз. Ақ түске енгенше осылай максимальный жылдамдықта миксерлейміз. Қараңыздар, осындай ағарған ақшыл түске енеді. Енді осы майымызға суыған кремімізді осылай бір қасықтап қосып араластырамыз. Жай жылдамдықта осылай араластырып отырамыз. Креміміз осылай дайын болды. Енді осы кремімізді кішкене 100 грамын кондитерлік пакетімізге салатын боламыз. Яғни рулетіміздің бетіне әсемдеу үшін осылай кішкене 100 грамм бөлігін алып қаламыз. Холодильникке қоятын боламыз. Енді осы кремімізге үгітілген арахисімізді саламыз. Яғни арахисімізді майдалап аламыз. Осылай араластырып, енді бисквитімізді карамельный соусымызбен осылай жағып жібітіп аламыз. Осылай толық барлық жеріне жағып шығамыз. Енді кремімізді тексеп жағамыз бетіне. Осылай толық барлық жеріне текстеп жағып шығамыз. Егер де рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Осындай үй жағдайында оңай және тез жасалатын рецепттерді ұсынатын боламын. Қараңыздар, осылай текстеп жағып шықтық. Енді орайтын боламыз. Осылай орап шығамыз. Енді холодильникке, яғни тоңазытқышымызға 4 сағатқа қойып қоямыз. Енді бетіне
осындай арахис пайдаланамыз. Яғни арахисімізді осылай блендердің көмегімен майдалап үгітіп алатын боламыз. Яғни бетіне әсемдеу үшін пайдаланамыз. Ал енді біздің рулетіміз дайын болды. Қараңыздар, осындай кремімізді жағып бетіне әсемдейміз. Рулетіміз толық бір күнге қалдырсаңыз да керемет болып шығады. Кремі бойына сіңіп, жұмсақ болып шығатын болады. Осылай барлық жерін жағып, арахисімізді бетіне себетін боламыз. Керемет жұмсақ болып шығады. Ешқандай сливки пайдаланбайсыз, үй жағдайында жасалады. Ақшаға сатып алған МК-лардан 1000 есе артық, яғни мастер-класстарда осыны қанша ақшаға сатып аласыздар, менің каналымнан тегін үйреніп алсаңыз болады. Қараңыздар. Керемет жөп жұмсақ, бисквиті де жұмсақ болып шығады. Ешқандай разрахитель қосылмаған. Қараңыздар. Осылай шайыңызға керемет рулет жасап жесеңіздер болады. Қараңыздар. Жөп жұмсақ. Әрі оңай. Достар, жасап көруге кеңес беремін.